Сәлеметсіңдер ме оқушылар, бүгінгі жаратылыстану пәнінен өтетін сабағымыздың тақырыбы қандай денелер жарық өткізеді. Сабақтың мақсаты кейбір денелердің жарық өткізгіштік қасиетін зерттеу. Алдымен суретке назар аударайық. Бізге екі түрлі сұйықтық құйылған стакандар берілген. Біріншісінде су, екіншісінде сүт. Қалай ойлайсыңдар балалар? Су құйылған стаканның артынан біз қандай да бір нысандарды, заттарды көре аламыз ба? Және сүт құйылған стаканның артынан біз қандай да бір нысанды көре аламыз ба? Ойланайық. Екі стакан да шыныдан жасалған. Бірақ су бізде мөлдір және түссіз болып келеді. Сондықтан біз оның артынан қандай да бір нысандарды көре аламыз. Ал сүт ақ түсті және мөлдір емес. Сондықтан біз оның артынан ешқандай да заттарды көре алмаймыз. Енді бізге 4 түрлі ыдыс берілген. Бұл ыдыстардың қайсысын мөлдір деп атауға болады, ал қай ыдыстар мөлдір емес, және неліктен? Ойланайық. Бірінші ыдыс бізде шыны ыдыс. Ішінде су бар. Су бізде мөлдір. Сондықтан одан жарық өтеді. Екінші ыдысымыз ол саздан жасалған ыдыс. Ол жарықты өткізбейді. Үшінші ыдысымыз шыны ыдыс, бірақ оның ішіндегі шырын қызғылт сары түсті. Сондықтан одан жарық өтпейді. Және төртінші ыдысымыз пластмассадан жасалған. Одан жарық өтпейді. Балалар, сендердің үйлерінде қандай мөлдір заттар бар? Жан-жағымызға қарап, тауып көрейік. Есіне сақта, мөлдір заттар арқылы басқа нысандарды көруге болады. Келесі суреттегі стакандардағы қандай ерітінді жарықты көбірек өткізеді, ал қайсысы азырақ өткізеді? Және неліктен? Бірінші стаканда бізде су болғандықтан ол жарықты жақсы өткізеді. Екінші стаканда бізде түсі ашық шырын құйылған. Ол жарықты тек қана жартылай ғана өткізеді. Үшінші стаканда қою түсті шырын құйылған. Ол жарықты өткізбейді. Мөлдір дене жарықты жақсы өткізеді. Суретке назар аударатын болсақ, аквариумның сырты бізде шыныдан жасалған. Сондықтан ол жарықты өткізеді. Ал мөлдір емес дене жарықты өткізбейді. Құмыра бізде қыштан жасалған. Сондықтан да одан жарық өтпейді. Кейбір заттар жарықты нашар өткізеді. Оларды жартылай мөлдір деп атайды. Және олардан басқа заттар анық көрінбейді. Мысалы, полиэтиленді пакет. Оның ішіндегі заттарды біз анық көре алмаймыз. Сондықтан да бұлар жартылай мөлдір заттарға жатады. Балалар, сендер білесіңдер ме? Денелері судай мөлдір болатын әр түрлі тіршілік иелері бар. Солар туралы бейне материалға назар аударайық. Шыны 8 аяқ. Бұл 8 аяқтың аты денесімен 100% сәйкес келеді екен. Денесі толықтай мөлдір. Ішкі құрылыстардың кейбіреулерін санамағанда, оның бояғыш пигменттері мүлде жоқ. Мөлдірлігі соншалық, оның ас қорыту жүйесі мен аса үлкен көлемінен ерекшеленетін миын байқауға болады. Сальпа маджоре. Суды өзінің ас қорыту жүйесі арқылы өткізе отырып, фитопланктондармен қоректенетін және мұхит бетімен қозғалатын сальпалардың бір түрі. Қараңғы түскен кезде симбиотикалық бактериялардың арқасында жарқырайды. Шыны жайын. Азиялық мөлдір жайын әлемдегі бізге белгілі омыртқалардың ішінде ең мөлдірі болып есептеледі. Балық Таиланд, Малайзия мен Индонезия жағалауларының бойын мекендейді. Кранхиттер. Шыны кальмарлар атымен белгілі кранхиттердің 60-қа жуық түрі бар. Олар өмірлерінің көп бөлігін таяз суда күннің көзі жақсы түсетін жерлерде өткізеді.
Себебі олардың мөлдір сыртқы келбеттері мұндай таяз суда мүлде көрінбейді. Мнемиопсис. Мнемиопсис доғал әрі мөлдір дене бітімдерімен ерекшеленеді. Олардың айдарлары кемпір қосақ түстерімен жанады. 1999 жылы Волга-Дон каналы арқылы Каспийге өткен мнемиопсис тез арада көбейіп, майшабақтардың популяциясын 80%-ға қысқартты. Ол дегеніміз 200.000 тонна. Майшабақтармен қоректенетін мөрлердің де саны азая бастады. 2003 жылы мнемиопсистер 1 куб метрге 320-ға дейін көбейді. Тіпті түнде Каспий суы кемпір қосақ түстерімен жана бастаған. Мөлдір теңіз қияры. Бұл өзгеше тіршілік иесі мұхит түбімен жорғалап, су түбіндегі өз үшін құнарлы заттармен қоректенеді. Қармауыштары қысқа болғандықтан қиярдың қозғалыс жылдамдығы өте баяу, минутына 2 сантиметр ғана. Ақ қанды балықтар. Қалтырауын мұз балығы ретінде де белгілі ақ қанды балықтар Антарктидада мекендейді. Және қаны мен денелері түссіз болғандықтан, олардың сыртқы көріністері де түссіз болады. Мұз балық қызыл қан жасушалары мен гемоглобин ақуызы жоқ жалғыз омыртқалы болып табылады. Гретта Отто. Түссіз көбелек ретінде де белгілі бұл тіршілік иесі Колумбия, Боливия мен Эквадор ормандарында мекендейді. Қанаттарының мөлдірлігі соншалық, қарасан ар жағындағы заттарды көруге болады. Шыны бақа. Шыны бақалардың бірнеше түрі бар. Олардың барлығы Оңтүстік Американың тропиктік ормандарында мекендейді. Олар қозғалмай отырғанда айналасындағы жыртқыштар үшін мүлде көрінбейтіндігімен ерекшеленеді. Апистапрок балығы. Бұл балықтың көздері жарыққа өте сезімтал болып келеді. Оған қоса апистапроктың сұйықтыққа толған мөлдір басы да оны басқа балықтардан айыратын ерекшелігі болып табылады. Балықтың көздері қай жерде орналасқан деп ойлайсыңдар? Егер мынау десеңіз, онда айтқан жауаптардың дұрыс емес. Өйткені ол көз емес, ол балықтың сезу түйсіктері. Ал мына жасыл түсті линзалар мен кемкерілген құрылыс балықтың көзі болып табылады екен. Үйге тапсырма. Ойлан, ауа райы ашық кезде алыстағы заттарды анық көреміз. Ал тұман түскен кезде неліктен айналаны көруіміз нашарлайды? Және жұмыс дәптерден 52-53 беттегі тапсырмаларды орындау.